Норвегияның орталық банкі пайыздық мөлшерлемені 0,75%-ға, яғни 13 жылдағы ең төменгі деңгейге дейін түсіру туралы шешім қабылдады. Енді елдің несиелік реттеуші минус 0,25% теріс несиелік мөлшерлеме енгізу туралы мүмкіндігін қарастырып жатыр. Мұнай бағасының төмендеуіне байланысты қиындық көріп отырған норвегиялық экономиканы қалпына келтіру үшін билік осындай қадамға барып отыр. Орталық банктің шешімінен кейін еуроға қатысты норвегиялық кронның курсы 3%-ға дейін төмендеген. Қазір мемлекеттің жалпы ішкі өнімнің 20% өндірілетін мұнай-газ секторында жаппай қысқартулар орын алуда. Volkswagen акциялары қалпына келіп, Франкфурттағы қор биржасында 0,58%-ға дейін өсті. Мамандардың сөзінше, инвесторлар Volkswagen басшысы Мартин Винтеркорнның отставкасын концерннің өз беделін қалпына келтіру жолындағы маңызды қадамы деп қабылдап отыр. Мен Volkswagen'дегі дүрбелең кезеңі өтті деп ойлаймын. Енді өнеркәсіп ақша бөліп, дивидендтері төлеуден бас тартады немесе көлемін азайтады. Әрине, табыс төмендей түседі, бірақ Volkswagen айыппұлын төлегеннен кейін де қалпына келе алады, дейді капитал нарығындағы маман Оливер Рот. Volkswagen акциялары қайта көтерілгеннен соң, оның қызыл зонадағы орнын BMW, Fiat Chrysler, Peugeot тәрізді автоөндірушілер алмастырып үлгерді. Еуропалық машина шығарушы кәсіпорындардың құнды қағаздары Париж және Франкфурт биржаларында төмендеп жатыр. Сауд Арабия билігі Мекке қаласының маңындағы Мина алқабындағы қайғылы қазаның салдарын анықтау үшін арнайы жоғары комиссия құрды. Соңғы мәліметтер бойынша 24 қыркүйекте ол жерде 717 адам қайтыс болып, 800-ден астамы жарақат алды. Қайғылы жағдайға шайтанға тас лақтыру рәсімін өткізіп жүргендегі кептеліс себеп болды. Сауд Арабия королі Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд қайтыс болғандардың отбасына көңіл айтты. Біз қажетті органдардан қазаның салдарын анықтап, алғашқы нәтижелерін жариялауды талап еттік, дейді ол. Ал зардап шеккендерге Сауд Арабиясы азаматтық қорғанысының 4000 қызметкер мен 100-деген еріктілер көмек көрсетті. Осыған дейінгі 1990 жылдағы қажылық корольдік тарихындағы ең қасіреттісі болып есептеледі. Мекке мен Минаны байланыстыратын жүргіншілер туннелінде 1426 құлшылық етуші қайтыс болған еді.